Сәлем, бүгін өтетін тақырыбымыз туған күніңмен. Сабаққа қатысты мына сөздерді есіңде сақта. Туған күн, сыйлық. Мартидің туған күні. Ашып көрсеңші, қане болды екен? Қане аш, қане қандай сыйлық екен? Ертең менің туған күнім. Тадам. Жоқ, қоя тұр. Ұмытпасам, туған күнің тура 1 жыл бұрын болды ғой. Туған күнің ерекшелігі де сонда, ол жыл сайын болып тұрады. Бүгін менің туған күнім. Рас айтам. Есіңде сақта, 1 жылда 4 жыл мезгілі болады. Олар қыс, көктем, жаз, күз. Ал 1 жылда 12 ай болады. Қыс мезгіліне жататын айлар: желтоқсан, қаңтар, ақпан. Көктем мезгілінің айлары: наурыз, сәуір, мамыр. Күз мезгілінің айлары: қыркүйек, қазан, қараша. Жаз мезгілінің айлары: маусым, шілде, тамыз. Ендігі тапсырма. Бос орындарға ай атауларын ретімен жаз. Жарайсың. Тапсырманы қаншалықты дұрыс орындадың? Өзіңді тексер. Келесі тапсырма. Диалогты мұқият тыңда. Сәлем, Мадина. Сенің сүйікті жыл мезгілің қандай? Сәлем, Ербол. Мен жаз мезгілін ұнатамын. Не себепті жаз мезгілін ұнатасың? Себебі жаз мезгілінде менің туған күнім болады. О, менің де туған күнім жазда. Сенің туған күнің жаздың қай айында? Маусым айының 18-інде, ал сенің туған күнің қай айда? Тамыз айының 11-інде. Жарайсың. Ендігі диалогқа қатысты мына сұрақтарға жауап бер. Мадинаның сүйікті жыл мезгілі күз бе, жаз ба? Дұрыс айтасың. Мадинаның сүйікті жыл мезгілі жаз. Ерболдың туған күні тамызда ма, шілдеде ме? Дұрыс. Ерболдың туған күні тамыз айында. Мадинаның туған күні мамырда ма, маусымда ма? Дұрыс айтасың. Мадинаның туған күні маусым айында. Ербол мен Мадинаның туған күндері қыста ма, жазда ма? Дұрыс. Мадина мен Ерболдың туған күні жазда. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол.